мереке келе жатыр. Мамыр айында мерекелер өте көп. Соның бірі 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Қазақстан халқының бірлігі қай жылдан бері тойланады? Қазақстан халқының бірлігі мерекесі Қазақстанда 1996 жылдан бері тойланады. Дана, бірлік дегеніміз не? Оны қалай түсінесің? Бірлік деген сөздің ауқымы өте көп. Бірлік деген ол достық, татулық, бір-біріне мейірімділік, ауызбіршілік. Ал шаңырақтың символы неде? Шаңырақ ол Қазақстандағы 130-дан астам ұлт пен этностардың бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүруінің символы. Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесіне орай бүгін тәрбие сағатымызда викторина өткіземіз. Қазақстанда ең бірлігі күні қандай үнде естіледі? Халықтар бірлігі үшін көптілді Қазақстан, достық әлем біздің күшіміз. Халықтар бірлігі үшін. Қазақстанда ұлттық бірлік күнін тойлаудың мақсаты қандай? Ұлттық бірліктен қалай? Бұл мерекені тағы атап өту себебі бейбітшілік сақтау. Қазақстанда ұлттық бірлік күні тойланудың мақсаты қандай? Мәдениетті көрсету, ұлттық бірлікті нығайту, мерекелік шарт. Қырғыз елінің қазақ халқымен айырмашылығы менталитет. Қазақ халқының ең танымал аспабы. Домбыра.